Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ташкенттік шайдың жасалу жолын ұсынамын. Ташкент шайын отбасымызбен жақсы көреміз. Өте дәмді шай, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: көк шай, қара шай, науат, жалбыз, апельсин және лимон. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Мен шайды 1,5 литрлік шайнекке демдейтін боламын. Ең алдымен апельсинді саламыз. Сонан соң лимонды саламыз. Жалбыз жапырақтарын саламыз. Қара шайды саламыз. Көк шайды саламыз. Сонан соң науатты саламыз. Науатты қалауыңызша көбейтіп немесе азайтып сала беруге болады. Ендігі кезекте қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Қақпағын жауып 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Осы аралықта шайдың ісі жақсы шығып, науаттар еритін болады. Мінекей достар, қош иісті дәмді шайымыз дайын. Шайды сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Ақшолпан.